Енді кеше осы жерге келген кезде мына жерде ағым онша емес еді. Мына жерде бір мост бар, кеше айтқан, сол бізге бекет жасап тұр еді. Соны бүгін өзі су жуып алып кетті. Сондықтан бүгін ағымның несі күшейген. Деді 100-ге дейін барса, 100 куб секундына. Ол енді 1-2 күннің ішінде бізде анау каналда су түседі деп, соған енді сенімді білдіреміз да. Сол су түссе, біз өзіміздің жаңа Мырзакенттегі каналдардың басын жауып тастадық қой. Ең бірінші су кеп, жаңа тұрмысқа келді, жеңіс келді. Сол кезде анау коллектордан шыққан суды біз алдық коллектордың басын жауып ұстадық, су келмесін деп. Соларды ашып, сол коллектордың арқасында біз көп суды тағы да осы каналға түсіреміз деп үміт жасап жатырмыз. Қалған суды уже жаңа айтқан насостарды, үлкен насостарды әкеп, сонымен суды жоюға енді түгел күш саламыз да. Қазір енді мынау ашылғаннан кейін кішкене жағдай түзеледі. Мырзакентте де жаңа уже мамандар айтып жатырды, 20 сантиметр су құлады деп. Сол су құлағаны керек бізге. Неге десеңіз, бізге объем керек та, ана суды алып кететін, тартып алып кететін. Сондықтан жағдай бүгін таңда осы. Жаңа аудан әкімі Погран войсканың бірінші орынбасарымен сөйлесті. Ол кісі өзінің мақұл деп ұлсатын берді. Сондықтан қазір техниканы шығарып, сол ана 2 дөңнің басын дамба жасап, сол жерде суды тоқтатамыз деп қазір жұмыс жасайды. Облыс, аудан бір аймақ қой. Сондықтан түгелі осы жердегі техника, қандай техника тағы қосымша керек, біз береміз. Мына Казсушар деген республикалық мемлекеттік мекеме ғой. Көбісі техника осы Казсушардікі. Аудан қосылып, мына жерде кім облыстан ба техника, ауданнан ба, ешкім санасып жатқан жоқ. Керек болса, техника қажет болса, әкелеміз. Кеше Мырзакентке әкелдік. Оны мына жаққа да келеміз. Техника бар, жеткілікті. Сондықтан қазір ең бірінші мәселе осы каналдағы суды түсіру.